Қайырлы күн достар. Бүгін біз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасының коллекциялары бойынша бейне турымызды жалғастырамыз. Бүгін біз Елбасы кітапханасының музейі орналасқан Қазақстан президентінің бұрынғы резиденциясына саяхат жасаймыз. Резиденция ғимараты 1997 жылы желтоқсанда Қазақстан астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілген кезде тұрғызылды. Ғимараттың құрылысына еліміздің және қаламыздың еңбек сіңірген архитекторлары атсалысты. Қазіргі таңда елорданың оң жағалауындағы тарихи орталықта орналасқан бұл ғимарат Қазақстанның жаңа дәуірі тарихын көздің қарашығындай сақтап отыр. Осы жерде тұңғыш президент жұмыс істеп, маңызды құжаттарға қол қойды. Жоғары деңгейдегі кездесулер де осында өтті. Бұл кабинетте мемлекет басшысы 1997 жылдан 2004 жылға дейін 7 жыл жұмыс істеді. Ал мына үстелдің басында президент еліміздің дамуына негіз болған көптеген құжаттарға қол қойды. Кабинетте мемлекет басшысының күнделікті қызметін көрсететін құжаттар, жұмыс кестелері, жазбалар мен ескертпелер жазылған блокноттар, кездесулер барысында сөйлеген сөздерінің мәтіндері сақталған. Сол кездері бірқатар құжаттарға қол қойған қаламы да осы жерде. Ұсынылып отырған фотосуреттер президент әкімшілігінің басшыларымен және шетел меймандарымен өткен кездесулерден сыр шертеді. Тұңғыш президент кабинетінің интерьері бастапқы қалпында сақталғандықтан, сол бір кездердің атмосферасын қазір де сезінуге болады. Тәуелсіздік мыңдаған ұрпақтардың арманы еді. Музейдің екінші қабатында орналасқан тәуелсіздік бастауында экспозициясы Қазақстан мемлекетінің егемендігі тарихын ұсынады. Ұлттық сана сезімнің өскіні, тәуелсіздік идеясын іске асыруда орасан зор үлес қосқан қоғам қайраткерлерінің есімдері фотосуреттер мен мұрағат құжаттарында ұсынылған. Экспозицияның Алаш партиясының көшбасшысы 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының жарқын өкілі Әлихан Бөкейхановтың қызметі мен партия жайлы деректермен ашылуы кездейсоқтық емес. Әлихан Бөкейханов ұлттық идеяның басты принциптерін айқындады, яғни қазақ қоғамының ұлттық бірігуін, бірыңғай автономия аясында қазақ жерлерін біріктіруді, ұлттық саяси партияны құруды, мемлекеттілікке қол жеткізуді күн тәртібіне алғашқы болып қойған тұлға. Тарихтың осы кезеңіне қатысты біз Алаш партиясы қайраткерлерінің ғасыр басында айқындап кеткен ұлттық жолының ғасыр соңында жүзеге асқан мақтанышпен айта аламыз, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіздік жолындағы маңызды кезеңдердің бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы болды. Экспозицияда осы бір тағдыр шешті оқиғаға арналған көптеген құжаттар бар. Солардың ішінде елінің егемендігі үшін аянбай күрескен тұлғалардың фотосуреттері де бар. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев қызметінен босатылып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалды. Саяси топтардың ашық волюнтаризмі Қазақстан азаматтарының наразылығын тудырмай қоймады. Қазақ жастарының наразылығы қатаң басып жаншылды, ал оқиға қазақ ұлтшылдығының көрінісі деп бағаланды. Қазақ зиялылары мен жастарының жүздеген өкілдері жазаланды. Араға уақыт салып, желтоқсан оқиғасы туралы тарихи шындық қайта қалпына келтірілді. 1989 жылы қыркүйекте өткен Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитетінің пленумында Нұрсұлтан Назарбаев желтоқсан оқиғаларының басты себебі тұтас халықтың ұлтшылдығы емес, орталықтың волюнтаризмі деп мәлімдеді. Елбасы желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтап шығуда үлкен жұмыстар жүргізді. Осы бір қайғылы оқиға халық санасын оятып, оның рухын шыңдап бекіте түсті, болашаққа жарқын жол ашты. Қазақстан президентінің бұрынғы резиденциясы бойынша өтетін саяхат бұл тарихтың толқындарымен өтетін саяхат. Мұнда заманауи Қазақстанның келбетін қалыптастырған тарихи оқиғалар өтті.
Семей ядролық сынақ полигонының жабылуы, президент лауазымының енгізілуі, тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа сапары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңының қабылдануы, қарулы күштердің құрылуы, төл теңгенің және жаңа конституцияның қабылдануы сияқты оқиғалардың әрқайсысының артында Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке беделі, қажырлы еңбегі мен саяси көрегендігі тұр. Экспозициядағы мұрағат құжаттарын зерделей келе, мемлекет тарихының тағдыр шешті кезеңдерінде ұлттық көшбасшының орны қаншалықты маңызды екенін түсінуге болады. жылдардың бірінші жартысы Қазақстан үшін жаңа мемлекеттің қалыптасуы мен оны әлемдік қауымдастық тарапынан мойындау кезеңі болды. Қазір мен сіздерді резиденцияның жүрегі саналатын тұңғыш президенттің кабинеті орналасқан 3-ші қабатқа шақырамын. Ғимарат резиденция қызметін атқарған уақытта осы залдың қақ ортасында мемлекеттік рәміздердің эталондары орналасып, екі жағына құрметті қарауыл қойылатын. Назарларыңызға тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін қабылдау тарихымен таныстыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері атты экспозиция ұсынылған. Бұл залдың қабырғалары резиденцияның жұмыс күндерінен сыр шертеді. Дәл осы залда президенттің қабылдауына келген лауазымды тұлғалар жиналатын. Ал дәл қазір залда тұңғыш президенттің жеке заттарынан арнайы экспозиция ұсынылған. Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің өміріндегі бүтін бір дәуірді көрсетеді. Тәуелсіздіктің таң атқан шақта жаңа Қазақстанның іргетасын қалап, мемлекетті қалыптастыру мәртебесі елбасыға бұйырды. Елбасының тарихи феномені дегенде ұлт пен қоғамның жасампаз әлеуетін шоғырландырып, болашаққа жол бастаған қайсар қадамын айтуға болады. Әлемде ол қазақстандық барыстың серпіні деген бейнелі атауға ие болды. Мемлекет басшысымен кездесуге келген әрбір қонақ ең алдымен президенттің қабылдау бөлмесіне кіреді. Біз мәжіліс залындамыз. Мәжіліс залы мемлекет басшысының үкімет мүшелері, министрліктер мен ведомстволар, Қазақстан президенті әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелері, аймақ басшыларымен кездесулер өткізуіне арналған. Сондай-ақ президент дәл осы залда халықаралық, үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесулер өткізген. Бұл залда Қазақстандағы конституциялық құрылымның қалыптасуы туралы баяндайтын құжаттар сақтаулы. Экспозициядан елбасының есертпелері мен ұсыныстары жазылған 1995 жылы Конституцияның соңғы жобасын көруге болады. Мұрағаттық құжаттарды кез келген келуші емін-еркін қолына алып, таныса алады. Сонымен қатар зал экспозициясында бұл жәдігерлер халық сайлаған мемлекет басшысының салтанатты түрде лауазымына кірісу сәтін жаңғыртады. Зал экспозициясындағы заттар елбасы инаугурациясы, Қазақстан халқы ассамблеясы, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі, ұлттық валюта теңге туралы ақпарат береді. Әлемнің ең кішкентай тиындары сериясы бойынша шығарылған теңгелер қонақтардың ерекше қызығушылығын туғызады. Жалаулы көмбесі, еліктер мен мысық тұқымдас жыртқыш атты 50 және 100 теңгелік монеталарды ұлғайтқыш әйнектің көмегімен көруге болады. 3-ші қабаттың қолында белгілі ресейлік суретші Илья Глазуновтың туындысы қойылған. Автор бұл туындыны 1999 жылы елбасыға арнайы сыйлаған. Ал қазір мен сіздерді түскі ас қабылдау бөлмесіне шақырамын. Бір кездері бұл залда жұмыс барысындағы түскі ас қабылдаулары өткен. Ал бүгінгі таңда шет мемлекет басшыларының сыйлықтары, отандық және шет елдік суретшілердің туындылары залға ерекше көрік беріп тұр. Үстелдегі фарфор ыдыс-аяқ мемлекеттік рәміздердің элементтерімен нақышталған. Еуразия жүрегінде резиденциядағы алтын залдың экспозициясы дәл осылай аталады. Бұл залда мемлекет басшысы шетел делегацияларымен, Қазақстан азаматтарымен және шетел іскерлік топ өкілдерімен кездесті. Дәл осы залда 1998 жылы белгілі жапон архитекторы Кисю Куракава Нұрсұлтан Назарбаевқа Астананың бас жоспарын таныстырды. Келушілер елбасының шетелдік әріптестермен болған кездесулерден фотосуреттерді, Оңтүстік Шығыс Азия мен Таяу Шығыс мемлекеттерінің делегациялары, сондай-ақ халықаралық қаржы институттары мен ірі әлемдік инвестициялық компаниялардың дипломатиялық сыйлықтарын көре алады. Алтын залдың тарихы
Астананы көшіру тақырыбымен етене байланысты. 1997 жылғы 8 қарашада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің эталондары ресми түрде жаңа Астанаға келінді. Жаңа елорда мемлекеттің қоғамдық саяси және мәдени өмірінің жаңа орталығына айналды. Ал қазір біз күміс залына кіреміз. Осы залдың ерекше атмосферасын қазір де сезуге болады. Сәні мен салтанаты жарасқан бұл залда шет мемлекет елшілерінің президентке сенім грамоталарын табыстау, мемлекеттік наградалармен марапаттау сияқты маңызды оқиғалар өткен. Күміс залында әлем таныған елбасы фотогалереясы орналасқан. Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік саясаткерлермен, тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Орталық Азия, Еуропа және Азия елдерінің мемлекет басшыларымен кездесулеріндегі фотосуреттер қазақ халқы мен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық аренадағы сөзсіз беделінің айғағы. Музей резиденция қызметін атқарған уақытта бұл залда президенттің екінші қабылдау бөлмесі болды. Мұнда қауіпсіздік кеңесінің отырыстарына қатысушылар жиналатын, аймақ басшыларменен бейне конференциялар форматында жиындар өткізілетін. Фарфордан, шыныдан, керамикадан, металдан, тастан және ағаштан жасалған кәдесыйлар көрмесіне таңғалмасқа болмайды. Олардың әрқайсысында жаһандық саяси диалогтың қатысушылары мен Қазақстанның сыртқы саяси қарым-қатынасының тарихы тұнып тұр. Дәл қазір мен қауіпсіздік кеңесі отырыстары өтетін залдың холлындамын. Мемлекет басшысының қабылдауына келген меймандар дәл осы жерде жиналатын. Назарларыңызға елбасыға тарту етілген кәдесыйлар экспозициясы ұсынылған. 8 витринада орналасқан бірегей өнер туындылары келушілердің көзайымына айналды. Орындалуы жағынан қайталанбайтын көркем туындылар көздің жауын алады. Кәріп тас, табиғи тастар, нефрит, перламутр, қола, көркем эмальдан жасалған заттар адамзаттың материалдық және рухани мәдениетінің сан алуандылығы мен байлығын көрсетеді. Қауіпсіздік кеңесі отырысының залы. Зал интерьері алтын және бекзат ағаштың жұмсақ реңкінде орындалған. Бұл залда өткен отырыстар мен кездесулер барысында мемлекеттің қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге, егемендік пен тәуелсіздікті күшейтуге және ел тұтастығын нығайтуға бағытталған құжаттарға қол қойылған. Бүгінгі күні залда елбасыға арнайы сыйланған қару-жарақтың бірегей коллекциясы ұсынылған. Хас шеберлердің қолмен жасалған қару-жарақтардан асыл тастар мен металдың үйлесімділігін байқауға болады. Көне қарулармен қатар Азия, Араб, Кавказ, Ресей, Еуропаның қару жасаушы шеберлерінің жұмысын көруге болады. Мінекей біз резиденцияның ең үлкен әрі ең әсем залдарының бірі күмбезді зал орналасқан 4-ші қабаттамыз. Күмбезді залдың фойесінде кілемдердің бай коллекциясы ұсынылған. Түкті, түксіз, аралас техникада орындалған кілемдер саусағынан өнер тамған ісмерлердің өз кәсібін көркем өнер деңгейіне қалай жеткізгенін көрсетеді. Экспозицияда парсылық сюжеттік кілемдерді Түркімен, Әзірбайжан, ауған кілем тоқу мектептерінің үлгілерін көруге болады. Сонымен қатар бейнелеу өнері, ағаш пен сүйек, қыш пен фарфор, флоренциялық мозаика және жібек топтамаларында көруге болады. Бұл жәдігерлер еліміздің әлемдік қауымдастықтың тең құқылы мүшесі ретінде мойындалғанының дәлелі және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасыға деген құрметтің белгісі. 1997 жылғы 10 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаев күмбезді залда өткен жиында еліміздің жаңа елордасын төрткүл дүниеге паш етті. Көп жылдар бойы осы залда еліміздің маңызды оқиғалары өтті. Қазақстанның мемлекеттік құрылысының маңызды мәселелері өзінің шешімін тапты. Бұл зал елбасының жоғары деңгейдегі мәжілістері, ел парламенті мен үкіметінің бірлескен отырыстары, министрліктердің жетекшілері, партиялар мен қозғалыстардың басшылары және шығармашыл зиялы қауым өкілдерімен кеңестер өткізу мақсатына пайдаланылды. Биіктігі 14 метр болатын оның күмбезі Қазақстан халықтарының татулығы мен бірлігінің нышаны шаңырақ пішінінде жасалып, көгілдір және алтын түсте әрленген. Ал көк түстің алтын түсімен астасуы біздің көп ұлтты отанымыздағы ой тазалығы мен рухани байлыққа меңзейді.
Менің ту сыртымда резиденция алдындағы алаң. Дәл осы жерде жоғары меймандарды қарсы алу рәсімдері өткен. Мемлекет басшылары, корольдер, султандар мен шейхтер, премьер-министрлер елбасы арқылы Қазақстан халқын және оның жерін қошеметтеді. Алаңға киіз үйдің шаңырағын бейнелейтін композиция көрік беріп тұр. Композицияның орталығында 4 тараппен адамзатты айналысқа түсіретін ұршық бейнеленген. Ол көк тәңірі мен жер ананың қазіргімен астасқан өткенді және болашақты өзара байланыстырып тұрған көп ұлтты және ынтымағы жарасқан Қазақстан халқының ортақ үйі іспетті. Қазақстанның тұңғыш президентінің бұрынғы резиденциясы бойынша экскурсияны жүргізген мен Құмар Жүнісов. Алдағы уақыттарда да біз сіздерге қызықты бейне турларымызды ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.